Сәлем біздің каналға жазылушылар. Соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк пен подписация таңбаларын басып, бізге жазылыңыз. 15 қарашаға арналған ауа райы болжамы. Қазақстанның солтүстігі мен шығысында ылғалды қар жауып, жел күшейеді. Астанада күн құбылмалы бұлтты болып, жаңбыр жауып, қар жауады. Жел 9-14 жылдамдықпен 15-20 метр секундқа күшейеді. Ауа температурасы түнде 2 градус суық, күндіз 2 градус жылы болады. Алматыда ауа райы аздап бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 5 метр секундке күшейеді. Түнде 1-3 градус суық, күндіз 6-8 градус жылы болады. Шымкентте ауа райы құбылмалы, жауын-шашынсыз, желдің жылдамдығы 5-10 метр секунд. Ауа температурасы түнде 1-3 градус суық, күндіз 8-10 градус жылы болады. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.